Assalamualaikum. Assalamualaikum. Тамай жүрген бетпердеріңіз қайда? Қайда бітті ма бұл қызмет орындарға? Формула деңгейлеріңіз қан? Мұн қазір участковый шақыртамыз осы бойынша. Вообще? Сіздер халықтың қауіпсіздігін ойламайсыздар ма? Вообще? Жоқ. Халықтың өмірі сіздер үшін маңызды. Сіздердің өмірлерің халық үшін маңызды. Вообще? Сіздер қауіпсіздігін сақтаңыздар. Бұл не тірлік бұларыңыз? Ұят емес па? Вот беспредел, а? Алмастар, бетперделеріңіз қайда сізден ең тағы бастар. Күзетші не болды? Ескертіп үлгердім өзі. Саламатсыз. Жас. Бұл біздегі райсовет. Қызметші жоқ бірақ орында. Бәрі ескертіп үлгердің ба деме? Ондайын қойсай. Саламатсыздар. Қайсы? Бетперделер қайда? Мен прямой эфирге жүріп отырмын. Қазір мен денсаулық бақылауын бәрі бақылап отыр. Эфирде специально соған келдім мен. Бетперделеріңіз қайда? Сізінде жоқ болса, я? Қазір участковый алдыртамыз. Сіздерге айыппұл салдыртамыз қазір. Ассалаумалейкум. Сіздерде карантин бітті ма, аға? Иә. Жалпы мекеменің ішінде бетпердемен отырып басқайындан қаулысында тіркелді ғой. Әле сіздер ол қаулыны қарамайсыздар ма сіздер? Жоқ, қалтада салу үшін деген нәрсе көрсетілмеген, бірақ сонда қаулыны орындау міндеттелген сіздерге жүктелген. Дұрыс па? Сіз қай маман болып істейсіз, не бойынша істейсіз аға? Аха. Сіз ше? Бетпердеңіз қайда енді? Неге орнамайсыздар? Бетперден кән? Қарындас, мен промыш үйде жүрміз. Бетпердеңіз кән? Қазір участковый шақыртамыз, сіздің бәрін ақылын береміз. Ассалаумалейкум тәңін. Қалайсың, денсаулық қалай? Не қайтадан өз дегенде қайт басыпты ғой, ә? Қарындас, қазір участковый шақыртамыз. Ассалаумалейкум тәңін. Мен промыш үйде жүрмін. Айып етпесеңіз. Қалайсың, денсаулықтар қалай? Жасамай. Қалай өздеріңіз? Амансыз ба? Неге сіздердің жұмыс қызметкерлеріңіз адамдардың өмірін сақтау, өз өмірін қорғау деген, дерттің алдын алу деген неге орындалмай жатыр? Қай жерде? Мен эфир түсіп кетті, біз запись бәрі кетіп жатыр. Адамдардың өмірі сіздер үшін маңызды. Дертке байланысты, дұрыс па? Енді адамдар үшін сіздердің денсаулығыңыз маңызды болып тұр бұл жерде. Өйткені сіздерсіз біз құжат толтыра алмаймыз. Сол үшін мынау сіздің қол астыңызда қызметкерлер неге қауіпсіз деңгей сақтамайды деп жатырмын. Неге өз-өзін аборт жасап, енді сондай шаралар неге қаулы неге орындамай жатыр, карантин режимі неге сақтамай жатыр. Сіз енді мысалы райсоветтің орынбасары болған кейін сізге өтініш қылып, қазір мен видеофиксировать еттім, жергілікті участковый шақырайық, видео бойынша 4.25 бақпа сайы өзінің шараларын алсын ол кісілер. Өйткені әрбір тұрғынның өмірі сіздер үшін маңызды да. Мен де сол тұрғында осы Мырзакент болар, осы Мақтааралдың болар, осы Қазақстанның болар. Біз өзіңізде бір патриот танытып,
адамдан денсаулығын ойлап, қауіпсіздігін ойлап, былай айтқанда қазір дерттің жүріп жатқан кезі, біз өзімізді соның алдын алып, красный зона кіргізбейік деген мақсатта осындай мекемелерді аралап, біз Қазақстан Республикасының азаматы, біз салық төлеп неғып әрбір мекемені бақылауға алып құқығымыз берсін. Қызметтік көлік болсын, сол мақсатта егер қасым мен участковый шақырайын, шақырып, жүзекке звондап, қызметкерлерге шарасын көрсін, алда уақытта кейін бұл сабақ болады деп ойлаймын бұл кісілерге. Егер қасылмасаңыз. Ол сіз оның қарсы шығамайсыз. Сіз ол кісілерге енді білмеймін ғой, айттыңыз ба, айтпадыңыз ба, қазір дерттің уақыты, жауап мекеменің ішінде қаулының талаптары бар, орындайық, бетпердемен отырайық деген талаптарды түсіндіріңіз ба негізі? Бізде үнемі түсіндіру жұмысы. Азан уақытта күніге түсіндіру шараларын жүргізесіз ол кісілерге. Бетіктерін тағып отыру. Енді мен көріп алдым, енді мен алдын ауызша келіп кетемін сізге, мысалы, жасыңыз құрметтеп, аға деп келетінден өтініш, дерттің алдын бірге алып күресейік деп қанша айттым. Дұрыс па аға? Қазір біреу орындалып жатқан жоқ соны. Сәні мен кіріп отырмын да, сол бойынша кіріп отырмын. Ондай фактілер орын алған болса? Менде сол прямой эфирге жүргізіп, Facebook парақшаммен шығып, арнайы жүргіздім. Өткен халық көрсін, білсін. Алда уақытта. Онда жүрек топтамасына звондап, шақырайық. Бірге өзіңізде сөздерге куә болыңыз, бірге күресейік. Қызметкерлер асын жазасын. Сіз өткені, мен де алдын бірінші келіп келдім ғой. Айттым, сізге де өтініш қылдым, сіз де жиналыс қылдыңыз, өтініш қылдыңыз. Жаңада аңжерді арнайы шылым шегі орнатып беріңіздер ғой сіздер. Қызметкерлерге ше арнайы отырып, ол жерде емес, мына жақта шегі отыр да. Ғимараттың жанында, ол жерде ертең шылымның бөшектен тастайды. Алдын білесіз ғой, гүлдің арасы қандай адам қараусыз деңгейде келген еді. Мен сізге өтініш шыққан екен, сіз таратқыздыңыз соны. Енді көркі келіп қалды. Сол суық деңгейді бұзбайық деп жатқаным ғой, бірге күресейік. Сом болсын, райсовет қай мекеме болса да, халыққа кірген кезде ыңғайлы, былай айтқанда тартымды болып тұру керек те ғимарат, өзінің несіне сай болу, қызметін көрсетуіне сай болсын деп жатқаным ғой. Егер неғыста мен қазір шақырайын онда, әйбетпесеңіз сол қызметкерлеріңіз кішкене шара қолданайық. Өзіңізде түсініктеме алсаңыз болады, егер видеосымен таныстырамыз да, өзіңіз танысы өзі қолдансыңыз да, қызметкерлер танысыңыз енді. Танысаңыз солардың түсініктеме алыңыз сол бойынша. Бәрі заң аясында болсын бірақ.